Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен «Проклятые воды» фильміне киношоу жасайтын боламын. Фильм 1992 жылы бассейні бар үйдің ауласында басталады. Кешке қарай бассейннің бетінде ойыншық қайық жүзіп жүр. Оны қыз терезеден байқайды. Ол науқас ағасына оның ойыншығын аламын деп уәде береді. Содан кейін кетіп бара жатқан үй қызметшісінен жасырын түрде сыртқа шығып кетеді. Далаға шығып қыз қайықтың су түбінде жатқанын көреді. Ол оны бассейннің шетіне жақындап алуға тырысады. Кенеттен белгісіз күш итеріп жібереді. Ал қыз тепе-теңдікті жоғалтады. Су астында ол анасы шақырып жатқандай көрінеді, бірақ сыртқа шыққаннан кейін оның жанында ешкім жоқ екенін біледі. Бірақ артқы жағында қайық пайда болды. Қыз бассейннің ортасына барып ойыншықты ұстап алып жүзіп бара жатқанда, кенеттен оны төменге қарай біреу сүйреп алып кетеді. Көз алдында бұлыңғыр қара фигура пайда болады. Қыз көмекке шақырады, бірақ нәтиже жоқ. Су оны із-түзсіз өзіне сіңіріп алады. Тек қыздың тәпішкесін қалдырады. Әрі қарай кино бүгінгі уақытпен жалғасады. Бұрынғы бейсболшы Рэй Уоллер склерозбен ауыратын адам, және ол отбасымен бірге жаңа үй іздейді. Ыңғайлы емделу үшін. Риэлтор қасында жақсы емханалардың болуын мақтап бір үйді көрсетіп жатыр. Бірақ Рейға ол ұнамайды. Кейін жүріп келе жатып көрші ауданды қарайды. Бұл әдеттегідей американдық қалашық еді. Сәнді үйлер, жасыл көгалдар және балалар. Ол мұнда орта топтың қарапайым өкілі ретінде қалғысы келеді. Ер адамның көзқарасы тағы бір бос үйге түседі. Риэлтор ерлі зайыптыларға ғимаратты көрсетеді. Онда ұзақ уақыт бойы ешкім өмір сүрмеген, кішкене жөндеу жұмыстары қажет екен. Бірақ жалпы алғанда олар үйді ұнатады. Және аулада мұқият брезентпен жабылған бассейн бар екен. Балалық шақтан Рэй осындай үйді армандаған екен. Ева кетіп қалғаннан кейін ол судағы бейсбол добына қарай қолын созады. Бірақ тепе-теңдікті жоғалтқаннан кейін ол суға түсіп кетеді. Бассейнде Рэй денсаулығының қалпына келгенін, кейін жоғары лигаға оралғанын елестетеді. Жалма-жан ол судың шет жағына қарай жүгіреді. Шошып кеткен отбасы да оған қарай жүгіріп келе жатыр. Содан кейін ерлі зайыптылар дәрігердің қабылдауына барады. Дәрігер кәсіби спорт туралы ұмытып, денсаулығын қалпына келтіретін физиотерапияға назар аударуды ұсынады, яғни серуендеу, йога, жүзу деген сияқты. Рэй ауруханадан шыққаннан кейін әйеліне бассейні бар үйді сатып алу жақсы болар еді деп кеңес береді. Дәрігер де жүзу жақсы көмектесетінін айтқан екен. Сөйтіп олар шешім қабылдайды. Олар мысығы мен балаларымен көп ұзамай жаңа үйге көшіп келеді. Жаңа үйде күйеуі қораптарды ашып жатқанда, әйелі баспалдақтағы тұтқаларды бұрауышпен бұрап жатыр. Бәрінен бұрын қауіпсіздік. Содан кейін балалар жаңа мектепке барады. Уоллерлердің үлкен қызы Иди Рони есімді жігітпен кездеседі. Ол оны мектептің жүзу командасына шақырады. Түстен кейін отбасы бассейнді тазалаумен айналысады. Кіші ұлы Эллиоттың бейсбол жаттығуларын талқылап жүріп, олар суды босатып, кейін олар жапырақтарды төбінен алып тастап жатыр. Су ағатын тесікті тазалай отырып, Рэй оған қолын тығады, бірақ нәтижесінде ол алақанын кесіп алады. Осыдан кейін олар бұл жұмысты өз мамандарына тапсырады. Арнайы дайындалған команда келіп, оның басшысы таңғажайып фактіні атап өтеді. Уоллерлардың бассейніне су тікелей табиғи ұңғымалардан ағады екен. Көп ұзамай жұмыс аяқталды. Резервуар толтырылған. Рейдің бұйрығымен отбасы суға бірге түседі. Әкесі белгіленген жаттығулармен айналысып жатқанда, анасы балалар оны қуу үшін оған қарай монеталарды лақтырады. Өздерінің сондай ойындар бар еді. Мәз болған отбасына қараған Рэй ауруым пайда әкелді ме деп те ойлап қояды. Яғни ол спортты тастап, туыстарымен көбірек уақыт өткізе бастады. Гараждағы ескі заттарды қарай отырып, ол балаларымен қалай көңілді уақыт өткізгені туралы бейнекамера тауып алады. Ева осы уақытта оның диагнозын зерттеп жатыр. Сонымен қатар алдағы жұмысы бойынша дәрістерді тыңдап отыр. Шаршағанын әйел түнгі шомылу арқылы жеңілдеткісі келеді. Бассейннің жанында ашуланып отырған ол мысықты байқайды. Яғни бұл су оған ұнамайды. Жүзуді жалғастыра отырып, Ева күйеуін жағалауда тұрғанын көреді, бірақ ол сүңгіп кеткенде ол жоғалып кетті. Бірақ арттағы жарық шамдары жанып сөне бастады. Үйде бәрі төсегінде екенін тексеріп, ол күйеуіне жарықтың дұрыс еместігіне шағымданады. Олар ұйықтайын деп жатқанда шам қайта жыпылықтайды. Мұны тек трамплинде отырған жалғыз мысық қана көреді. Және қайтадан ырылдап отыр. Таңертең Эллиот мысықтың қарғысын судың бетінен байқайды. Олар мысықты қашып кетті деп болжайды.
Рей судан мысықтың қарғысын алады, ал қалған отбасы үй жануарын іздеу үшін аттанады. Үйге кіргеннен кейін ер адам қолындағы бинтін алып тастайды. Кесілген жері сауығып кетіпті. Тіпті тыртықта қалмапты. Мысықты таппаған бала оған есігінде консервілер қалдырады. Кейінірек Рей мен оның ұлы бассейнді ауа райы мен жапырақтардың құлауынан жабу үшін брезент катушкасын орнатады. Олар матаны тартқан кезде түбінде жүзіп жүрген Ева жатады. Бірақ бұл тек қорқынышты түседі. Оянған ол терезеден қарап күйеуінің түнгі шомылумен айналысып жатқанын көреді. Кезекті тексеру уақыты келгенде дәрігер шын жүректен таңданысын білдіреді. Рей талдауының нәтижелері керемет еді. Өзінің бүкіл тәжірибесі жұмысында ол біреудің тез бұлай жазылғанын көрмепті. Ерлі зайыптылар мұның бәрі жаңа диета мен жаттығулардың арқасында деп санайды. Су процедуралары күніне 2 рет. Рей жүзу мен жаттығуды белсенді түрде жалғастыруда. Ол тіпті қайта команда менеджеріне отбасылық бейне мен физикалық форма туралы есеп жіберіп жүр. Ұлы онымен бірге жүзуді сұрайды. Бірақ ер адам темірді тартуы керек. Ол демалысын жалғыз жалғастырғысы келеді. Әрі қарай өзі Эллиот боялған монетаны ойыншыққа бекітіп, онымен бірге шомылады. Қалған темір мен құмыраның үстінде ілінбегендерді байқамайды. Су астында отырған бала біреудің тиын лақтырғанын көреді. Оны әкесі деп ойлап, ол көзілдірігін киіп алады. Содан кейін ол қайта сүңгіп біреудің лақтырған тиындарын жинай бастайды. Су түбінен бала жиектегі бір сұлбаны көріп қалады, ал ол судан қайта шыққан кезде жоғалып кетеді. Бұл ойнап тұрған әпкесі екен деп шешіп, Эллиот одан әрі жүзуін жалғастырады. Бірақ ол көп ұзамай трамплиннің үстіндегі күдікті көлеңкені байқайды. Тақтан ұстап ол көтеріледі, бірақ ол жерде ешкім жоқ. Кенеттен бала қыздың дауысын естиді. Ол канализация саңылауынан шығып жатыр. Ол өзін Ребекка ретінде таныстырады және ойыншықты қайтарғысы келетінін айтады. Оны алып кетуге тырысқанда Эллиот ұзын шашты қорқынышты тіршілік иесін көреді. Қорыққан бала анасына шағымданады, бірақ ол ешкімді көрмейді. Күйеуімен болған оқиғаны талқылай отырып, бұл баланың қиялындағы нәрсе деп қорытындыға келеді. Бұрын Эллиоттың ойдан шығарылған достары болатын. Әңгіме жаңа көршілермен танысу үшін кеш ұйымдастыру туралы ұсыныспен аяқталады. Отбасы Эллиоттың бейсбол бойынша жаттығуына барады. Рей бұрынғы кәсіпқой ретінде бапкер доп беріп жатқанда ұрушыларға кеңес береді. Оның ұлы қобалжып тұр, бірақ бірінші соғысын ұрғаннан кейін ол жігерлене түседі. Соңында жаттықтырушы Рейға жаттығуларды көрсетуді ұсынады және ол ойланып келіседі. Алайда ол 2 рет сәтсіздікке ұшырап, тіпті аяғынан тұрмай құлайды. Ал 3-ші серпілісте ол бассейннің босаңсыған суларын есіне алады. Сөйтіп допты тыс ұрып, ол прожекторға тиеді. Үйге оралғаннан кейін ол суда жүзіп жүр, ал Ева болса оны терезеден күдікпен бақылап отыр. Бір күні кешкісін ата-аналар балаларын жалғыз қалдырып кешкі асқа барады. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Изи Ронинді купальникпен суда жүзуге шақырады. Олар Марко Поло ойынын ойнап жатыр. Сөйтіп қыздың кезегі келген кезде жігіт онымен ойнап жағаға шығып кетеді. Соған қарамастан Изи қорқынышты жаратылыс айтып жатқан дауысқа қарай жүзіп бара жатыр. Бұл Ронин екеніне сеніп, қыз оның артынан сүңгіп жатыр. Бірақ ол қорқынышты суға батқан тіршілік иесімен бетпе-бет кездесіп қалады. Бассейн әлде қайда тереңірек көрінеді. Ол дүрбелеңге түсіп судан атып шығады. Ронин не болғанын түсінбейді. Жігіттің айтуынша Изи бірнеше секундқа ғана сүңгіп кеткен екен. Ата-аналар ертерек оралып, жігіт тез кетіп қалуға мәжбүр болады. Вечеринка болатын күні Эллиот әпкесін үйіне жігіт әкелді деп ата-анасына айтып беремін деп бопсалайды. Бірақ бассейнде неден қорққаны туралы білгісі келеді. Бірақ Изи ата-анасына ештеңе айтпауды айтады. Қонақтар жиналған кезде бала күдікті барлық нәрсені түсіру үшін терезеге бейнекамера қояды. Қонақтар көңіл көтереді, шомылады, күнге күйеді, бір-бірімен танысып араласады. Ева жаңа құрбылармен қарым-қатынас туралы сөйлесіп жатыр. Ал Ронин болса, бұл пайда болған кезде неге күлетінін түсінбейді. Ева қарбыз кесіп жатқанда риэлтордан 30 жыл бұрын бұрынғы үй иелерінің Ребекка есімді кішкентай қызының суға батып кеткенін естиді. Осы уақытта Рей бейсбол жаттығуындағы бір баланы кездестіріп, ол жарылған допты тауып алып, оған қол қойып беруін сұрайды. Сөйтіп ер адам оған басқалар көңіл көтеріп жүрген бассейндегі тау патшасының ойынына қосылуға шақырады. Қарсыластарын жеңу үшін Рей басымен суға батып тұруға мәжбүр болады. Бірақ бала қарсыласын суға тастаған кезде Рей бәрібір шыға алмайды. Су ағатын тесіктен қара сұйықтық шығып, ол Рейдің аузына кіріп кетеді. Ол су астында қатып қалып, мойнында отырған баланың аяғын қысып алып, оны тереңдікке сүйреп алып бара жатыр. Терезеден біреудің суға батқанын көріп қалған Эллиот дереу төмен түсіп, ересектерге ескертуге асығады.
Ер адамдар бассейнге сүңгіп кетіп, есінен танған Рэй мен аяғы көгерген баланы сүйреп алып шығады. Кеш полицияның келуімен аяқталады. Баланың ата-анасы бұның барлығы Рейдің ауруынан болған оқиға шығар деп полицияға арыз беруге келіспейді. Бірақ оның орнына ол енді жаттығуға келмеуін және балаларға жақындамауын талап етеді. Ева эмоциясын ұстай алмай, қарасатқан үй мен бассейннен кетуді ұсынады. Сөйтіп олар кетіп бара жатқанда күйеуінің ұстамасы ұстап қалады. Әйелі оны төсекке жатқызу үшін үйге оралуға мәжбүр. Бірақ демалудың орнына ол оны бассейнге апаруды сұрайды. Ал әйелі бас тартқан кезде оған күлімсіреп, оғаш сөздер айтады. Тереңдікте қатты суық деп. Ева суды ағызуды шешіп және бассейнге сорғы лақтырады. Келесі күні ол бұрынғы үйлері туралы ақпаратты іздейді. Бірақ ол қалағанынан әлдеқайда көп нәрсені біледі. Сөйтсе, соңғы 100 жылдың ішінде бұл үйде соңғы уақытта көптеген адамның қайтыс болғанын және біртүрлі жағдайларда жоғалып кеткенін біледі. Бұрынғы иелерінің мекен жайын біліп, әйел оған баруды шешеді. Есікті қарт азиат әйел ашады. Қонақты үйге шақырғаннан кейін ол өзінің керемет және табысты ұлы туралы айтады. Әңгіме бассейні бар үй мен оған батқан қыз туралы тақырыпқа ауысқанда, әйел оған менің ондай қызым болған жоқ, жалғыз ғана ұлым бар деп жауап береді. Ева бұл бассейннің менің күйеуіме қандай да бар әсерін тигізеді деп уайымдап оған айтып жатыр. Әңгімелесуші жөтеліп, көзінен қарашыламды сүртіп, ескі аңызды еске алады. Керемет армандарды орындай алатын таңғажайып бұлақ туралы. Бірақ оның орнына ол ақы талап етеді екен, яғни адам өмірі. Ребеккамен дәл осылай болды. Ол ұлының денсаулығы үшін айырбас монетасына айналды. Оның үстіне анасы не істеп жатқанын жақсы білген. Ева қорқынышты қарғысты қалай болдырмауға болатынын сұрайды. Бірақ әйелді жөтел ұстап қалады. Бірақ ол бұрылған кезде оның көзінен қара сұйық ағып кетеді. Күлімсіреп кемпір жақында бәрі бітетінін айтады. Бұлақ өзінікін алады. Ева үрейленіп қашып кетеді. Жол бойында үйге жетуге тырысады. Ол душтағы су ағатын тесіктен қара суспенжия шығып, күйеуінің санасын жаулап алғанын білмейді. Кешке үйге оралғанда Эллиот әйнектегі судың дірілдеп тұрғанын көреді. Ол үстелдегі стаканның қалай қозғалғанын байқамай мысықты табуға далаға шығып кетеді. Сықырлаған дыбысты естіген бала трамплинмен үрмелі шеңберде мысық жасырынған деп ойлап оған қарай асығады. Бірақ оның орнына зұлым рух оны судың астына сүйреп алып кетеді. Изи інісінің құлап кеткенін байқап көмекке асығады. Анасы жүгіріп келіп, әкесін көмекке шақыруға бұйырып, өзі бассейнге сүңгіп кетеді. Алайда ұлы еш жерде жоқ. Тек белгісіз тереңдікке түсетін жер тұр. Шлангты байлап алған әйел оны тыныс алу түтігі ретінде пайдаланып әрі қарай жүзеді. Ол ес-түссіз жатқан Эллиотты тауып алып, оны жоғарыға қарай көтереді. Оларға бұрын қаза тапқандардың рухтары шабуыл жасайды. Бірақ бұл әйелге жолды жалғастыруға кедергі жасамайды, бірақ судың бетін көрмейді. Ева қайда жүзу керектігін түсіне алмай тұрған кезде кішкентай қыз Ребекка пайда болып, ол Эллиоттың монетасын алақанынан ашып, дұрыс бағытты көрсетеді. Камера төңкеріліп, әйелдің ақыл ойының қаншалықты бұлыңғыр екенін көрсетуге тырысып жатыр. Жарықты байқаған Ева ұлымен бірге су бетіне шығады. Изи осы кезде сынған стаканмен жараланып қалып, әкесін іздейді. Беті қара сұйықтықпен боялған Рэй пайда болып, қызы телефон арқылы көмек шақырмас үшін оны ұра бастайды. Қыз қашып кетуге тырысады. Бұл процесте әкесі ұстап тұрған шаштың бір бөлігін жұлып алады. Қыз гаражға жасырынып, оның сыртқа шыққанын көреді. Бейтаны қолына ұстап алып, Изи оның соңына түседі. Эллиоттың есін жинауға тырысып жатқан әйелін Рэй ұстап алады. Изи артынан шабуылдап, ер адамды аяғымен қолынан ұрып соғады. Күтпеген жерден ол қара сұйықтықты түкіріп тастайды. Әйелі Рейға есіңді жи деп жалынады. Және ол өмірдің ең жақсы сәттерін есіне түсіріп, сұйықтықтан қалған бөлігін түкіріп тастайды. Осы кезде Эллиот өзіне келеді. Үйден кету уақыты келді деп отбасы шығуға асық бара жатады. Бірақ Рэй бассейнде қара бұлт пайда болғанын көреді. Эллиот қайта нашарлайды. Ер адам бассейнге құрбандық қажет екенін түсінеді. Және бұрылып баспалдақпен суға түседі. Ол отбасына қарамауды айтып, содан кейін ол басымен сүңгіп, қараңғылық шоғырына жүзеді. Эллиот жақсарады, бірақ бірден қара сұйықтық Рейдің денесімен бірге жоғалып, тек мөлдір су қалдырады. Келесі күні Эллиот әкесінің видеоларының бірін көреді. Ева бос бассейнді тексереді, содан кейін ұлына смайлик монетасын береді. Тірі қалған воллерлер бос бассейннің шетінде тұр. Анасы оларға жай ғана үйді сатып кетіп қалайық дейді. Бірақ осы оқиғаның қайтадан басқа біреумен қайталанбасы үшін ұлы оған қарсылық білдіреді.
соңында экскаватор бассейнді жауып тастау үшін оған құм төгіп жатыр. Осымен кино аяқталды.